Түнгі қанға отырмыз өлең қасып, ұйықтайтын жер жоқ досым. Ертеңгі күніне келерін білмей, бірақ бүгін өте керек деймін. Өтет кетті Жарайды. Қысқасы, бұл баланы мектептен шығарамыз. Жетеледі өзіне тарты. Жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Өзіңіз де сол байқап отырған боларсыз. Азаматтың мінез Сіз де мен жамандауға келдіңіз ба? Азамат, ұстазыңмен амандаспайсың ба? Мама, мен естідім, білем. Осы Азаматтың тәртібі жөнінде сізге сөйлесуге келіп отыр ем. Азаматтың физикадан жетістіктері болмағанда бұрында мектептен шығарып жіберуші еді. Енді құжаттарының бәрін дайындап қойдық. Қалаға ауыстыруыңыз керек. So damn tired, walk right through that door. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. Короче, тык дедісің да. Қарап тастады. Сөйтіп ағаш ектім. Күшті субботник болды. О, балмұздақ. бүгін аша естер күні ма? Маған айтты ма балмұздақ деп? Мынау шоколадный екен. Аузыңа ие бол, айтпесе қазір. Ей! Оқу жылдың бірінші күнін ұрсып, бұл не шу? Кешіріңіз ата, кейбіреулер әдептілік деген сөз түсінбейді екен. Кейбіреулер сотрясение деген сөз білмейді. Қойыңдар. Екі, үш. Так. Жарайды. Так, мен бастайын. Айтыңдаршы, мен маңызды сабақтың ба? Қайда? Жоқ, қатты маңызды емес. Мүлдем маңызды емес пенсі. Маңызды жоқ, иә. Қалай маңызды емес? Маңызды? Өте маңызды. Ой, айтып қойдыңыз ғой бәрін. Дене шынықтыру. Ал менің сабағымда санай ма? Жоқ. Менің санай ма? Жоқ. Менің сөйлей ма? Аз сөйлейді, иә, шамалы. Онда менің сөйлейді ғой. Иә. Сөйлейді. Тіл сабағы. Дұрыс. Қай тіл сабағы? Қазақтар 100% осы тілді қолданады ғой. 2050-де қолданатын шығар. Онда қазақ тілі. Иә, дәл таптың. Дұрыс, болды. Ойынымызды сосын жалғастырамыз, иә? Сөйтек. Ой, математиканы өмірімде таппаушы едім. Сен түк таппайсың. Барындар, қаласындар. Бам-бам-бам, 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 бам-бам. Бам-бам-бам, 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 бам-бам. Бам. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look, just turn around. Не болды? Кешіріңіз ата, шешіну бөлмесі қай жерде? Мектепке келе сала шешінейін деп едім. Может, киіну бөлмесі? Иә, киіну бөлмесі. Бірінші күнге кеп тұрым мектепке. Тура және солға. Рахмет. Don't look at me so I
Obviously, it makes me sweat straight to my head. I'm turning red, touch someone said, so I'm upset. Сен мұнда не істеп тұрсың? Киім жатқан шығар. Қыздардың киіну бөлмесінде. Кім айтты саған қыздардың киіну бөлмесі деп? Құрметті биылғы түлектер, сендерді соңғы 11-ші оқу жылдарымен құттықтаймын. Балалар, биыл біздің классқа жаңадан оқушы келді. Өздерің сияқты ақылды, білімді бала деп ойлаймыз, е? Апай, сіз Арсен туралы да солай айтқансыз. Ол жас. Қазір шығасың. Тыныш отыр. Балалар, таңысып қойыңдар. Азамат Тілеуғазы. Қош келдің, балам. Бос орынды тауып отыра ғой. Ал енді, балалар, сабаққа көшейік. Кешір, мен саған қазір барлығын түсіндірем. Бағана кішкене ыңғайсыздау болып қалды. Сондықтан мектепке жаңадан келіп жатқандықтан ештеңе білмеймін. Есімім Азамат. Айжан, Өте қуанышты. қыздар мен ұлдардың киіну бөлмелерін қалай шатыстыруға болады? Бізде ауылда олай бөлінбейді, қыздар, ұлдар деп. Барлығымыз бір жерде киіне береміз. Жарайды, мен негізінде сынып старшысымын да. Сен туралы біраз нәрсе білуім керек. Олимпиадаға қатыстың ба? Иә, әрине. Футболдан 3-ші орын алдық районда. Сабақ жағынан. Сабақ жағынан да барлығы дұрыс. Математикадан аудан чемпионым, тарихтан облыс чемпионым, ал физикадан үйде чемпионым. Жарайды. Ұмыт, жолаушы болма. Өзім білем, сен маған қайнақ емес. Балалар жинасқа шақырады. Кеттік, тез етіңдер. Қайырлы күн, құрметті ата-аналары мен мектеп түлектері. Сіздерді жаңа оқу жылдарыңызбен құттықтаймын. Құрметті ата-аналары мен мектеп түлектері. Мен сіздерді бүгінгі жинаған себебімді айтқым келіп отыр. Сіздер жақсы оқуларыңыз керек. Яғни грантқа түсулеріңіз керек. Сіздер адам болуларыңыз керек. Адам болу керек дейді. Әйел мәлімге дейін сөйтіп айтады. Грантқа түссеңіздер, сіздердің ата-аналарыңыз үшін үлкен бір жеңістік. Яғни аналарыңыз өзіне шуба алады, әкелеріңіз көлік алады. Қазір көлік ала алмай жүріп. Егер Айжаным грантқа түспесе, бүйрегімді точно сатам. Айтпақшы, бүйрек қанша тұрады? Жиналыстың бастыққа себебін айтқым келіп отыр. Бүткіл әлемге әйгілі Кембридж университетінен бізге хат келді. Ұсыныс келді. Егерде арамыздан жақсы оқушы шығатын болса, Кембридж университеті бір грант беріп тұр бізге. Менде бір сұрақ бар еді. Тек қана бір грант па? Я, бір ғана грант. Егерде сіздің балаңыз түспей қалса, өкінбеңіз. Жоқ, мен басқа оқушыларды қимай отырмын. Менің ұлым жалғыз түспесін деп. Мам. Көрдіңіз бе, айтты. Ой, бұрмай. Құрметті ата-аналар, құрметті мектеп түлектері, сабырлыққа келіңіздер. Құрметті ата-аналар, биылғы бітіретін түлектерге, яғни мұғалімдеріне тапсырма бердік. Биыл біздің мектеп басқа мектептерден қалып кетпей, біздің мектеп сол грантқа ие болуымыз керек. Сол себептен құрметті ата-аналар, құрметті мектеп түлектері, ертең өздеріңіз үшін, яғни біздің мектептің абыройы үшін сол грант алып қалайық. Сау болыңыздар. Жиналыс аяқталды. Рахмет. Көрдіңіз бе? Бір орын береді, бір орын. Егер оқуға түсе алмасаң,
еш өкпелеме. Сені Қазақстанның кез келген университеті құшақ жая қарсы алатын болады. Ал егер оған түсе алмасаң, амал жоқ. Бүйрегімді сатам. Қызым, бетте кел. Шын айтам. Жаңа біліп қойдым, бүйрегі 25 000 доллар тұрады екен. Ерекош, жаным, балам, не переживай. Ойымдама, түсесің. Түспесең киноға түсесің. Отвечай. Саған тартқан приколист екен ғой, ма? Солай ғой енді. Не істеп отырсың, жатпайсың ба? Эрик, мен грантқа түсу үшін түні бойы дайындалуым керек. Сабаққа кәдімгідей беріп кетсің ба? Ауылдағы мұғалімдері сен қатты жақсы көрген шығар. Барлығы жақсы көрген. Тек орыс тілі мұғалімнен басқасы. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистая красоты. Апай, вообще-то видение. Это сложно сочиненная рифма с прилагательным. Эй, Азамат, осы сен сабақ өткізбейтін болдың ғой, а? Не просите у нас больше, мантаварка. Сол күннен бастап ман сеуді қойдық. Қойшы. Білейм, балмұздақ сен ба? Зато батпел шалып көл бар. Олжас, таяқ жегің кеп тұр ма? Жігіттер, қойыңдаршы болды. Бөлмен астында емес пе, не үшін келдің? Бізде ремонт жасап жатыр. Сендерге жіберді. Заттарыншы. Сен мен уайымдамаш. Одан да кітаптарыңды оқы. Ертең қалай грант алу керек екенін көрсетем саған. Сен ба көрсететін? Мен баяғыда дайынмын. Бұл жай анекдоттар кітабы ғой. Ендеше болды, септі жүрем, ұйықтаймыз. Walk right through that door. Ең бастысы, дайын емес екенін көрсетпеу керексің. Қалай сонда? Қара. Hello, Mr. Diaz. How are you? How are you? Саламатсыз ба? I'm fine. It is my friend. It's from Aul. Oh, from the village. You will like it. This is a good school, and he's one of my students. By the way, have you finished your project? Project? Yes, your final project. Ah, project. Project is good. Project is doing. Mr. Diaz, my project is to мектепті көрсету. Wait, one gonna I see you. I see. Wait. Айжан, сәлем. Сәлем. Қалайсың, ағылшынға дайынсың ба? Енді ағылшынға дайын дегенде мен әр жыл сайын Нью-Йоркқа барып демалам. Ағылшын тілі менің үшінші тілім. Сонда орыс тілі екінші тілің болып тұр ғой. А ты догадливый, да? Айжан, сен осы қаланыкісің ғой, Я не болды. Маған осы қаланы аралап аласың ба? Әйтпесе ғимараттардан мектеп пен жатақханадан басқа ғимарат көрген жоқ. Және сенен басқа. Мен саған ғимараттың ба не? Шынымды айтсам, өте әдемі ғимарат. Жарайды, қаланы көрсетем, бірақ есіне сақта, мен саған ғимарат емеспін. Келістік. Ерік, сен мені жақсы көресің ба? Әрине жақсы көрем. Кеше қалай жеттің? Жақсы, өзің? Тез жеттік негізі. Ерік, мақтаған. Ух ты! Дәмді болған сияқты. Оқы. Қанша сағат кетті? Олжас, шыныңды айтшы, сен мен оқу үшін емес, Айжан үшін ерегесіп жүрсің ғой, е? Балмызда. Сен кімсің соншама? Мен Олжас семе ерегісетіндей. Оқуда грант менікі болады. Айжанда. Сенікі бола ма? Керек емес маған Айжан. Жігіттер шетсіз каменен тексеріп жатыр. Гүлдана, мысық аласың ба? Үйдің мысығы. О, мысық. Қайдағы мысық? Там видеокамера. Ештен керек жоқ. Мысық арзан. Керек жоқ, мүлдем. Бері. Келем. Что это мұнда құмырсқа бар ғой? Ештен кетпейді. Давай. Эрик. А сумка? Олар өздері барамыз депті ғой. Білмеймін ғой енді. Жоқ, олар арғай машинамен кетті, біз жаяу бардық. Жоқ, ол жасаймыз ғой. Жоқ, ол кезде біз ана
не айтып тұрмын? Кіммен бірге бардық қой? Жақсы онда. Так, жігіттер қалайсыңдар? Жақсымыз ағай, өзіңіз қалайсыз? Я бөлмелерінде ана шыбыр шіркей, құрт құмырсқа, бауыр жорғылаушылар жоқ па? Жоқ. Жағы, сыйлар қойып сенбеймін саған, Марбай. Қарап шығамын мен. Компьютерінде пропуск жоқ. Сен қалжыңдаспай ақ қойшы. Неге қалжыңдай алмайсың? Нең бар қалжыңдап? Пысықтар бар ше, жауап тастапты. Сөйтіп шыбын шіркейлер жоқ те? Жоқ, байымыз. Сөйтіп шыбын шіркейлер жоқ. Ау. Не мынау? Шіркей ғой, ағай. Шіркей ғой емес, шыбын шіркей ғой мынау, не мына шіріп жатыр? Жоқ дедіңдер ғой жаңа. Эриктің көбелегі ол. Сен осы жынды ма, дейсің ба бірдеңесің сені? Келе, стоп. Не жерде? Есігі жауып тұр. Так, әңгіме былай. 2 күн ашпайсыңдар. 2 күннен кейін мынау таза болады, сосын аша берсіңдер. Жарай ма? Мына сендерге 380 теңге тұрады. 300 теңгеге. Жекші. Ешқандай. Өзің төлейсің ал. Қымбат емес. Не болды саған? Жарайды. Тепсе темір жүретін жігітсіңдер ғой, не болды? 300 теңге таппай қалдыр ма? Атың кім дедің? Азамат. Гражданин, не? Сіздің есіміңіз? Мен есімді әлі талай жаттайсың. Жақсы. Давай, жақсы. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз. Vado fuori all'aperto. Эрик. Эрик. Сен мені жақсы көресің ғой, ә? О, мұғалім. Кешіп қаптым мен. Сен ба, мына командаға кір. Мына командаға. Азамат, бұл директордың машинасы ғой. Не істедің? 1 сағат болды отырғандарың. Кім деймін? Терезен кім сындырды? Сен ба? Сен ба? Әлде сен ба? Мені осы үшін жұмыстан шығарады. Ал айтпасаңдар, барлықтарын да оқудан шығарады. Мен. Кір. Қойырна. Тиіспе дедім саған. Тиіспе дедім. Мен сені қалай жазаласам екен? Мектептен шығарып жіберейін ба? Әлде мектептің пұлын жуғызайын ба? Әке қойшы. Одан да жазда қайда демалымыз айтсақ? Демалғың кеп жүр ма? Шаршап жүрсің. Демалғың кеп жүр, Сен алдымен мектебіңді бітіріп ал. Грантыңды алып ал. Қазір мен сені жазаламасам, басқалар күдіктенуі мүмкін. Сол себептен орнынан тұрасың да жатақханаға барып, бір жеті жатақхананы тазалығымен алсам. Әке! Кәп бір көзіме көрінбей. Тоқта. Сен қай уақытқа шейін мен сенің әкең екенін жасырып жүргің келеді? Әлде намыстан жүрсің ба?
Иә, әке, намыстанып жүрмін. Өз біліммен оқуға түсіп алайын. Сосын айтам. Сау бол, әке. Қызым, тамақ ішіп жүрсің ба? Иә. Азып кетіпсің. Ой, мама, өзім арықпын ғой. Осы сендердің мектептерінде дұрыс тамақ та бермейтіндер шығар. Ана жақта қараңызшы, қалып қояды. Фортепиано сабағы қалай болып жатыр? Оған бармаппын. Қызым, сен білесің ғой, сен менен өткен мықты музыкант боласың. Мама, қанша рет айту керек? Мен музыкант болмаймын. Ойыңды өзгертпейсің ба? Жоқ. Точно ма? Иә? Точно ма? Я, мам, точно. Осы күн осы сәт осында мен сенің соңғы рет қасыңа келуім шығарып салуға бұл жолы соңғы рет расында не деген көп мен сен солмақ Олжас, неге өйтті? Сен емес, мен ғой көлікті сындырған. Короче, сен маған қарыз боласың. Саған не істеді? Оқудан шығарып жүрген жоқ па? Кім, мені ма? Мені, Олжасты кім шығарады мен оқудан? Трампқа бір рет звондап жіберді болды. Олжас, шынымен, сен мені жек көресің ғой. Бірақ сонда да көмек бергенге рахмет. Рахмет, керек жоқ. Одан да жатақхананың полын бір ай жу. Келістік па? Айтсаң болды. Рахмет, дос. Бір апта еді ғой. Анаған айтпа.